таңғы 7:30-да үйден шыққанбыз, әлі жүрміз. 3 баланы сабағанбыз артымызға. Кай, Рамин, Рената үшеуін. Бірінші Рамин сабағына тастадық. Сөйтіп Кайды жаңағы мұз айдынына алып бардық катокқа. Ол жерде Кай деген қызығып кетіп, 1 сағат еді сабағымыз. Тренерде несін қызығушылығын кетірмейін, жылап шығар жермейін деп 2 сағат занимация етті. Күшті тренер екен ше, Аллаға шүкір, жолымыздан бір керемет бір адамдар жолығып жүр соңғы уақытта ше. Оны күттік, одан кейін оның жаңа қадамға апарып тастадық әрмен қарай баланы. 2 сағат қазір сабақ қой. Одан кейін біздің күніміз садикке бармай, садиктерің түнеріп қалмасын, садиктің төбесінен күн шықпай қалмасын деп қызды садикке апарып тастадық. Сөйтіп жаңа Пиндодадан келген заттарды алдық. Енді тағы бір 2 адреске барсақ точно ұрысамыз ше. Осы тойға мен үйге қайту керек болып тұр. Спиді. Күшті келем бе? Қазір ана қызы тауып береміз саған. Давай. Кәсіп береді. Мансұр, қорқып тұрған жоқсың ба? Точно? Күндер алып жаным. Күшті ме екен? Қалай екен? Молодец. Қорқпай отырдың ғой? Бүгін Мансұрдың күні болып отыр. Осының ғана бойы жетіп, барлық нәрсеге отырып отыр. Аналар бойы жетпегенде ағақта ойнап жүр. Мансұр көзін жұмып отыр. Көзін ашып отырсай. Өз жай жүре ма? Басып тұрсын ба? Газды бас. Біз енді кешке дейін паркте қыдырықта енді танамаға келіп тамақшы отырмыз. Бала шаға болыплар, уже үйге барып ұйықтайтын уақыттары келді негізі. Жаным, Камалек, уже бет аузары қап-қара болып кеткен. Күшті ойнады ғой, Камалек? Дос болып кетті Мансұрым. Осылай отырмыз. Мен кішкентайы, жансаян. Қаншада жасын? Айтшы жасынды. Бірде ма? Камалек пысыған. Қалайсыздар? Бүгін сторисқа шықпай қойын деп едім. Айтпақшы, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін сторисқа шықпай қойын деп едім. Осындай сообщениелер дайректте өте көп келеді. Енді айта кетейін, мына үй, қазір тұрып жатқан үй, бұл квартира. Көбісі ойлайды енді екеуі ажырасқаннан кейін примерно нұркап үйін босатайын деп жатыр екен деп. Жоқ, олай емес. Мен просто басқа жерге көшейін деп жатырмын. Мен бұрында да айтқан болатын, естеріңізде болса, бұл үй квартира деп. Сатып алу бұрын ойымызда болған, енді бірақ өкінішке орай қаражатымыз жетпегеннен кейін амал жоқ, осылай босатайын деп жатырмыз. Қайырлы айтпақшы, өзімнің жаңалығыммен бөлісе кетейін. Бұйырса, осы айдың соңына дейін бұл үйді иесіне тапсырайын деп жатырмын. Іште қимастық болып тұр. Қаншама естеліктер бар бұл үйде. Өзімізге ыңғайлы ремонтында жасаған болатынбыз. Натяжной потолок, кухня, гарнитур. Екінші этажда TV-зона барлығын жасаған едік. Барлығы қалады. Енді амал жоқ, осындай шешімге келіп тұрмын. Қимай да тұрмын. Бір түрлі болып тұрмын солай. Көшу керек болып тұр енді осылай. Көшуге көмектесетін адамдар болса, жазыңыздар. Айтпақ. Жоқ, сайды ғой сіздің мына орайыңыз есіңізде ме? Жасқанаттағы. Жасқанатта екеуміз бірге қатысқанбыз ғой. Сол кезде тіпті ана өз бір ерекшеленіп жүреді осы киноға бүйтіп тап жинақтай болып, содан кейін жылдар өте сіз айттыңыз ана жерде менің пиджагым дәу ғой, маған ешкім мына үлкен саған айтпаған ба маған дейді. Қазір сол пиджагдар қайтадан мода. Негізін айтқан кезде мода болған ғой, мода болды. Дырабылы костюмдер.
шапкасын киіп алатын. мына сол прическа болып тұр ғой мынау. Әрең кейін тыжылар үшін. Сізге Қандай пысық келіншекпін, тап-таза сондай. Баяғыда Қайрекең марқұм ойбай далада келе жатқаннан тыбырлап кухнядан бастап бәрін реттей бастайтынбыз. Сонда бар ғой, өзіміз үшін істейміз соны негізі. Бірақ Қайрекеңнен екі есе қорыққанымыздан жылдам істейтінбіз ғой. Менің мамамның әпкесі Күлбала әпше осындай қаттама жұқпа нандарды күшті жасайды. Сол кісіден үйрендік десем болады. Және де менің жаңа апаларым Ләйла сенің үйіңе барғанда сен міндетті түрде әсіп қосылған ет ашшы деген тұғын. Әсіп және мынау үйдің самсасы, үйдің пирожки, барлығын сондай жақсы көреді. Саған жаным айтарым, тартынбашы кел жақын. Көздеген мен болайын адамың. Сәуле ханымнан қандай пысық келіншекпін, тап-таза сондай. Баяғыда Қайрекең марқұм ойбай далада келе жатқаннан тыбырлап кухнядан бастап бәрін реттей бастайтынбыз. Сонда бар ғой, өзіміз үшін істейміз соны негізі. Бірақ Қайрекеңнен екі есе қорыққанымыздан жылдам істейтінбіз ғой. Менің мамамның әпкесі Күлбала әпше осындай қаттама жұқпа нандарды күшті жасайды. Сол кісіден үйрендік десем болады. Және де менің жаңа апаларым Ләйла сенің үйіңе барғанда сен міндетті түрде әсіп қосылған ет ашшы деген тұғын. Әсіп және мынау үйдің самсасы, үйдің пирожки, барлығын сондай жақсы көреді. Саған жаным айтарым, тартынбашы кел жақын. Көздеген мен болайын